Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгінгі видеомыз топ 10 жеміс туралы. Қайсы жеміс пайдалы және зиянды екенін айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. 10-шы орында жүзім тұрады. Неге? Себебі құрамында фруктоза және глюкоза өте көп. Сондықтан көп жүзім жегенде асқазанда дискомфорт пайда болады. Бұл фруктозамен байланысты. Біздің организм тоқтаусыз көп фруктозаны қорыта алмайды. Ол іштің кебуі, газдың түзілуіне, шартты патогенді микрофлораның шектен тыс көбеюіне алып келеді. Соның әсерінен дискомфорт сезімі пайда болады. Жүзім жегенге қарап, фруктозаға көтере алмаушылық бар жоқтығын анықтауға болады. Яғни, аз мөлшерде жеген дұрыс болып есептеледі. Фруктоза, сахароза, глюкоза көп қабылдағанда пайдасына қарағанда зияны көбірек болады. Осы топқа қарбызды да жатқызуға болады. Себебі құрамында су және фруктоза көп болғандықтан бүйрегінде тасы бар адамдарға көп жеуге болмайды. 9-шы орында банан тұрады. Құрамы крахмал және қантқа бай. Егер сізде ішек микрофлорасының бұзылысы сибір болатын болса, уақытша бананды қабылдамаған дұрыс. Тәулігіне бір банан жеген жеткілікті. Дені сау адамда аз мөлшерде жеміс-жидектерді қабылдағанда кері әсер болмау керек. Егер болатын болса, асқазан ішек жолдарының аурулары болуы мүмкін. 8-ші орында алма және алмұрт тұрады. Олардың құрамы клетчатка, пектин, калий, витамин С-ға, қабығы флавоноидқа бай. Бұл жерде глюкоза мен фруктоза деңгейінің арақатынасына қарау керек. Себебі фруктоза деңгейі глюкозаға қарағанда көп болғанда фруктоза сіңірілуі бұзылады. Әрине, бау-бақшада мезгілімен піскен алма пайдалы болып есептеледі. Қыс мезгілінде және басқа уақытта піскен алмалар әртүрлі елдерден алып келгендіктен химиялық заттармен өңделеді. 7-шісі құрма. Әрине, басқа жемістер сияқты пайдалы. Сары түсті жемістер құрамы каротиноидтарға бай. Ол өсімдік тектес витамин А. Олар лютеин, зеаксантин, ликопин. Бұлар көру қабілетін жақсартады. Бірақ бүкіл адамдарда сіңірілуі дұрыс болмауы мүмкін. Егер сіз құрма, асқабақ жеген соң алақан, табан, ауыз аймағы сарғаятын болса, сіңірілуі төмен болуы мүмкін. Құрамында фруктоза көп. 6-шы орында өрік және шабдалы тұрады. Олардың құрамы каротиноидтарға бай, бірақ басқа жемістерге қарағанда фруктоза деңгейі аз. 5-ші орында апельсин және киви тұрады. Құрамы клетчатка, калий, витамин С, фруктоза және сахарозадан тұрады. Жеміс-жидекті фреш, ұйқы безі аурулары бар, инсулин резистенттілігі бар науқастарға қабылдауға болмайды. Себебі фреш дайындағанда 4-5 дана жеміс қолданылады және құрамында фруктоза өте көп, клетчатка аз болғандықтан және аш қарынға ішуге болмайды. 4-ші орында ананас. Ананас көп жесеңіз салмақ тастайсыз деген миф бар. Әрине, тәтті жеміс арқылы салмақ тастау қиындау. Оның құрамында ас қорыту ферменті бромелайн бар. Тағам ыдырауына әсер етеді. Негізгі тағамның алдында 15 минут алдын жесеңіз, ас қорытуды жақсартады. 3-ші орында анар. Анар өте пайдалы. Фосфор, кальций, магний құрамында өте көп. Тамыр қабырғасына әсер етіп, қан айналымды жақсартады. Халық арасында анар жесең гемоглобин деңгейі көтеріледі деген сөз бар. Бірақ темір анардың қабығында болады. Және темірдің екі түрі бар: гемдік және гемдік емес. Гемдік емес осы өсімдіктерде, жеміс-жидектерде болады. Олардың 5-10% ғана ағзада сіңіріледі. 2-ші орында лимон, лайм, грейпфрут тұрады. Әрине, цитрус өнімдері, олардың құрамында глюкоза, фруктоза аз, калий, витамин К, витамин С-ға өте бай. Лимон құрамында лимон қышқылы болады. Қышқылы асқазан қышқылдылығын жоғарылатады. Көп адамдарда асқазан қышқылы төмен болғандықтан тамақтан кейінгі асқазандағы ауырсыну, кекіру белгілері болады. Бұл асқазандағы қышқылдылық төмен болу белгісі болып табылады. Сондықтан су ішкенде лимон қосып ішкен пайдалы. 1-ші орында авокадо, оливки, папайя тұрады. Папайя құрамында папаин, ас қорыту ферменті бар.
Ол ас қорытуды жақсартады, сондықтан тамақтануға дейін 15-20 минут жеген дұрыс болып есептеледі. Авокадо оливке құрамындағы май, витамин Е, К, майда еритін витаминдер, май қышқылдары болғандықтан ішек микрофлорасындағы пайдалы бактерияларға өте пайдалы болып есептеледі. Консервіленген оливке құрамы су, тұз, лимон қышқылы болу керек, басқа Е қосымшалар болмауы керек.